Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өзімнің қалай жарамсыз материалдарды өңдеп, ойыншық жасайтынымды көрсететін боламын. Ең алдымен кимейтін киімдерімді алып, оны реттеймін. Кейін капрон шұлығын алып, оған синтепонды саламын. Ине арқылы бұл шұлықты бастың формасына келтіремін. Утяжкаларды жасап, осындай бас пайда болды. Кейін аяқ пен қолды жасауға кірісемін. Мінекей, қолы дайын болды, денесі де. Енді басты әдемілеуге кірісеміз. Ол үшін мен осындай көздерді және де шашқа ұқсас материалды қолданатын боламын. Бетіміз дайын болды. Енді дененің астыңғы бөлігін жасауға кірісеміз. Денеміз дайын болғанда кішігірім детальдерді қосамыз. Осы жерде біз ойыншығымызды жасаудағы соңғы этабына жеткенімізді байқаймыз. Бұл ойыншық оқуға көмектесетін профессор ағай болды. Осындай жұмысты жасау қиын емес. Алайда ол Қазақстанымыздың экологиясын тазартып, үйіңізге қуаныш әкеледі. Назарларыңызға рахмет.